Сәлеметсіздер балалар. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз жарты түзулердің бағыттастығы. Егер екі жарты түзу параллель көшіру арқылы дәл келіп беттесетін болса, онда олар бірдей бағытталған немесе бағыттас деп аталады. Мына сияқты, мысалы, А мен Б-ні алатын болсақ, С да солай да, бәрі бір бағытта жүріп тұр да, сәулелер. Яғни бұлар бағыттас бір-біріне. Басқаша айтқанда, бір жарты түзуді екінші жарты түзуге көшіретін параллель көшіру бар болады. Егер А мен Б түзулері бірдей бағытталған болып, және де Б мен С жарты түзулері бірдей бағытталған болса, онда А мен С жарты түзулер бірдей бағытталған болады. 203-ші суреттегідей. Шынында да x' тең x плюс m, y' тең y плюс n формулаларымен берілген параллель көшіру жарты түзу А-ның жарты түзу Б-ге, ал мына формуламен x' тең x' плюс m1, y' тең y' плюс n1 көрсетіп берілген параллель көшіру жарты түзу Б-ні жарты түзу С-ге көшіретін болсын. Енді мына формуламен, яғни С-ға көшіретін болса, онда бізде мына жерге x'-тің мәнін мына жерге саламыз. Сол кезде бізде не шығады? x2' тең x плюс m плюс m1. y2' тең y плюс n, яғни мына y'-тің орнына мына y'-тің мәнін салып отырмыз. y плюс n плюс n1. Кішкене қолым үйреніп кетір шыққанға. Көрсетіп берілген параллель көшірулерді қарастырамыз. Осы айтылған параллель көшіру жарты түзу А-ны жарты түзу С-ге көшіреді дегенді сенімді айтамыз. Осыны дәлелдейік. Айталық XY А жарты түзуіне кез келген нүктесі болсын. Яғни XY ол А жарты түзуіне жатады. Мынау белгі жатады деген сөз. Яғни мына зат мына жерге жатады. Яғни мына координата, мына нүкте, мына А түзуіне жатады, бірінші А түзуіне. Кез келген XY А жарты түзуінің кез келген нүктесі болсын. Формула бойынша x плюс m, яғни мына x-ті мына x-ке біз m қосып жатырмыз, мына y-ке біз n қосып жатырмыз. Нүктесі B жарты түзуіне тиісті дейік. Яғни мына x' пен y' былай жүректі. X' пен y' олар B-ға жатады. Ал x плюс m, y плюс n нүктесі B жарты түзуіне тиісті болғандықтан формула бойынша біз не істейміз? Біз формула бойынша мына жерге x'-тің мәнін мына жерге салып, x'-ті табамыз да, мына жерге шыққандай. Сонда бұл бізге
мына жерде мысалы x штрих y штрихті b-ға тәуелді нүктені біз басқаша былай жаза аламыз да. X қосылған m, y қосылған n, тәуелді b-ға. Бәрі бір ғой, мына бір нүкте ғой, екеуі. Екі жақ мағынасына жазып тұрмын мына жерде. Түсінікті болу үшін да. Сол кезде біз дейтін мына жерде не табамыз? Енді бізде x, y ол жарты түйініне тәуелді. X штрих, y штрих, яғни x плюс m, y плюс n ол b. Жарты түйініне тәуелді, ал x екі штрих. X екі штрих, y екі штрих, ол c-ға тәуелді, да? C жарты түйініне тәуелді. Бұны басқаша да айтуға болады, яғни біз мынаны жаздық қой. Басқаша біз мынаны жаза аламыз, да? Яғни x қосылған m, қосылған m1, y қосылған n, қосылған n1. Тәуелді c-ға. Нүктесі c жарты түйініне тиісті болады, яғни мына нүкте c жарты түйініне тиісті болады. Сонымен формуласымен көрсетіп берілетін параллель көшіру жарты түзу a жарты түзу c-ге көшіріледі. Яғни біз айттық a-ға тәуелді x, y дедік, да? Мына жерде мына c-ға тәуелдіні жазған кезде біз дейтін нені байқап тұрмыз? Мына жерде бізде x, да? Мына жерде бізде x, ал мына жерде бізде y. Сосын мына m1, n1-лер, олар жай ғана сандар. Түсінесіздер ма? Яғни сонда бізде дейтін a жарты түзуі c жарты түзуіне көшеді. Түсіндіңіздер ғой, Ал көшедіні біз былай көрсетуімізге болады. Так, мынаны алып тастай қойын. Сіздерге түсіндіргендерім. A жарты түзуі көшеді. Міне көшедіні былай көрсетеміз. Көшеді c жарты түзуіне. Түсінікті ғой, Неге? Себебі мына жерде бізде x, мына жерде y, ол a-ның координаттары. Яғни a түзуінде жатқан нүктенің координаты. Және ол нүктелеріне, ол координатқа біз жай ғана сандарды қосамыз. m, n1, n1, ол барлығы сандар. Жай ғана сандар қосқанда, яғни ол дейтін a жарты түзуінен c жарты түзуіне көшіп тұр деген сөз. Ал бұл a мен c жарты түзулерін бірдей бағытта жатқанын білдіреді. Дәлелдемекшімізде осы болатын. Екі жарты түзудің әрқайсысы екіншісіне толықтауыш жарты түзумен. Көрдіңіздер ме? Мынау былай, мына жарты түзу. Толықтауыш жарты түзумен бірдей бағытталған болса, онда олар қарама-қарсы бағытталған деп аталады. Тағы да оқиын. Екі жарты түзу, міне бірінші жарты түзу, міне екінші жарты түзу. Әрқайсысы екіншісіне толықтауыш, яғни мына жерге қойсақ, толықтап кетеді, немесе мына жерге қойсақ, екеуі бір-бірін толықтайды. Толықтауыш жарты түзумен бірдей бағытталған болсам, онда олар қарама-қарсы бағытталған деп аталады. Түсінікті ғой, Яғни екеуі де мынау нақ бағытта, мынау нақ бағытта бағытталған болса, онда екеуі қарама-қарсы бағытталған деп аталады. 204 суретте. 32-ші есеп.
32-ші есеп. А, Б мен С-ді параллель түзулер. А мен Д нүктелері БЦ қиюшысының бір жағында жатыр. Сонда БА мен СД сәулелерінің бірдей бағытталатынын дәлелдеңдер дейді. Ал дәлелдеп көрейік. СД сәулесін параллель көшіре отырып, С нүктесі Б нүктесіне көшіріледі. Көшіреміз. Мына 205-ші сурет. Сонда СД түзуі БА түзуіне үйлесе түседі. Д нүктесі СБ мына жерге БД нүктесі СБ түзуіне параллель түзуінің бойымен жылжи отырып, БЦ түзуіне қарағанда сол жарты жазықтықта қала береді. Яғни мынау БЦ ғой, мына жарты жазықтық, мына жарты жазықтық мына түзудің. Сонда Д нүктесі СБ түзуінің параллель түзу бойымен жылжи отырып, БЦ түзуіне қарағанда сол жарты жазықтықта қала береді дейді. Түсінікті, ол яғни Д бүйтіп жылжи отырып, осы жарты жазықтықта қала береді. Сондықтан СД сәулесі БА сәулесімен үйлесе түседі. Олай болса, бұл сәулелер бірдей бағытталған болады. Түсінікті, егер де ол мысалы Д-ні жылжытқаннан кейін ол мысалы мына жарты жазықтыққа көшетін болса, онда басқаша әңгіме болатын еді. Бірақ ол сол жарты жазықтықта қалып тұрғасын, бұлар СД мен БА параллель және бір жаққа бағытталған. Бүгін біздің келесі өтетін тақырыбымыз фигуралар теңдігі. Егер екі фигура қозғалыс арқылы бір-біріне көшірілетін болса, олар тең деп аталады. Фигуралар теңдігін белгілеп көрсету үшін теңдіктің әдеттегі таңбасын пайдаланылады. Мысалы, F тең F', мысалы, F тең F'. Жазуы F фигурасы F' фигурасына тең дегенді білдіреді. Үшбұрыштар теңдігінің жазылуында үшбұрыш ABC мысалы тең үшбұрышқа A1 B1 C1 үшбұрышына. Оларды қозғай отырып беттестіргенде үйлесетін төбелері тиісті орындарында тұр деп түсініледі. Тағы да білет оқиын. Үшбұрыш ABC тең үшбұрыш A1 B1 C1 оларды қозғай отырып беттестіргенде үйлесетін төбелері тиісті орындарында тұр деп түсініледі. Яғни сол кезде олар екі үшбұрыш бір-біріне тең болады. Осы шарт орындалғанда үшбұрыштар теңдігін олардың қозғалыс арқылы үйлесуде анықтаумен біздің өзіміздің осы уақытқа дейінгі түсінігімізше анықтау бірдей болып шығады. Біздің ана үшбұрыштар теңдігінің үш белгісі бар ғой, соны айтып тұр да. Яғни қозғалыс арқылы
тең болатындығы үшбұрыштардың және үшбұрыштар белгісінің үшбұрыштар теңдігінің үш белгісінің анықтау бірдей болып табылады. Түсінікті ғой, яғни біздің бұрынғы ойлағанымызды және қозғалыс арқылы үйлесуде анықтаулары бірдей. Дәл солай біз екі үшбұрыштың бір-біріне тең екенін анықтаймыз. Мұның мәні мынандай: егер екі үшбұрыштың сәйкес қабырғалары тең болып, және де сәйкес бұрыштары тең болса, бұл үшбұрыштарды қозғалыс арқылы үйлестіруге болады. Түсінікті ғой, егер де жаңағы біз айтқанымыз ғой, үшбұрыштар белгісінің үшбұрыштар теңдігінің үш белгісі бойынша сияқты, мысалы, сәйкес қабырғалары сәйкес бұрыштарға тең болса, онда ол үшбұрыштар қозғалыс арқылы үйлестіруге болады. Яғни тең болады да, қозғалыс арқылы да солай теңдікті білдіреді. Және керісінше, егер екі үшбұрыш керісінше қозғалыс арқылы үйлесетін болса, онда олардың сәйкес қабырғалары және сәйкес бұрыштары тең болады. Осы екі ұйғарымды дәлелдейік. Яғни біріншісін дәлелдейміз, содан кейін екіншісін дәлелдейміз. АБЦ біріншісін дәлелдегенде АБЦ үшбұрышы қозғалыс арқылы А1, Б1, С1 үшбұрышымен үйлесетін болсын. Сонда егерде екеуі бір-біріне үйлесетін болса, А төбесі А1 төбесіне келді, Б төбесі Б1 төбесіне қозғалды. С төбесі С1 төбесіне көшті. Қозғалыс кезінде арақашықтықтар және бұрыштар сақталатын болғандықтан, бұл үшбұрыштар үшін, яғни жаңағы біз айтып отырған екі үшбұрыш АБЦ мен және А1, Б1, С1 үшбұрышы үшін түсінікті ғой, енді барлық бұрыштар тең болса, онда бізде одан не білдіріледі? Одан бізде АБ тең А1, Б1-ге, да? БЦ тең Б1, С1-ге. АЦ тең А1, С1-ге. Бұрыш А тең бұрыш А1-ге. Бұрыш Б тең бұрыш Б1-ге. Бұрыш С тең бұрыш С1-ге. Сонымен біздің дәлелдеуіміз, яғни біз дәлелдедік, да? Яғни егерде қозғалатын болса, біздің айтқанымыз мына жерде, онда бізде үшбұрыш АБЦ А1, Б1, С1 үшбұрышымен қозғалған кезде бізде А1
А1-ге қозғалады, Б1-ге, С1 нүктесіне қозғалады. Олар қозғалыста біз білеміз ара қашықтықтары сақталады және бұрыштары сол орында қалады. Екі нүктенің ара қашықтығы мен бұрыштардың өздері сол орында қалатын боласын. Қалай орында қалып сақталатын боласын, ара қашықтықтары да сақталады, бұрыштары да сақталатын боласын. Бұлардың бәрі бір-біріне тең екенін айқындап отырып, яғни біз дәлелдедік. Қозғалғанда бұл біздің екінші дәлелімізді. Қозғалғанда олар дейтін екі үшбұрыш бір-біріне тең болады. Енді керісінше бізде АБЦ және А1 Б1 С1 үшбұрыштарында АБ тең А1 Б1, БЦ тең Б1 С1, АЦ тең А1 С1, бұрыш А тең А1 бұрышына, бұрыш Б тең Б1 бұрышына, С бұрышы тең С1 бұрышына болсын. Бұлардың қозғалыс арқылы үйлесетінін дәлелдейміз. Керісінше қазір. Түсінікті ғой? Сонда А түбесі бізде А1 түбесіне, яғни бізде немесе мына жерге жазайыншы. Бізде А түбесі А1 түбесіне көшеді да. Б түбесі Б1 түбесіне көшеді. Неге себебі егерде мына барлығы беріліп тұрса, ол өзімен өзі-ақ түсінікті нәрсе да. Неге себебі бұрыш А1 бұрышына не істесе тең болса, С бұрышы С1 бұрышына көшеді. А1 кесіндісіне А1 кесіндісіне перпендикуляр және оның ортасынан өтетін А түзуіне қарағандағы симметрия көмегімен АБЦ үшбұрышын түрлендіреміз. Яғни мына осы А түзуіне арқылы симметрия жасап, А түзу А1-дің қағортасынан өтеді. Яғни мына жерге тең. Яғни симметрия арқылы түрлендіреміз. Сонда бізде АБЦ-дан арқылы симметрия бізде шығатын ол А1, Б2, С2 шығады. Егер Б1 мен Б2 нүктелері әр басқа болса, онда бұған А1 нүктесі арқылы өтетін Б1, Б2 кесіндісіне перпендикуляр Б түзуіне қарағандағы перпендикуляр, мына жер перпендикуляр, мына жерде перпендикуляр. Б түзуіне қарағандағы симметрияны қолданамыз. Яғни, мына жерде біз симметрияны қолданып, АБЦ үшбұрышын А1, Б2, С2 үшбұрышына көшірдік, симметрия арқылы, А түзу арқылы симметрия өткізіп. Енді мына жерде де біз Б түзу арқылы симметрия жасап, жаңағы А1, Б1, С3 үшбұрышы шығады. Көрдіңіздер ме? Яғни біз бір түзу алдық, сол арқылы симметрия өткіздік. Содан кейін тағы бір түзу жасап жүрдік де, сосын барып мынау бізде бар ғой, сол арқылы біз симметрия жасадық та, біз мынаны шығардық. А1, Б1, С3-ті шығардық. С1 емес С3-ті шығардық. Біз өзіміздің шығарып отырғанымыз қазір. Егер С1 мен С3 нүктелері А1, Б1 түзуіне бір жағында жатсам, онда олар беттесе түседі. Мына жерде бізде С1 мен С3 бір жағында жатыр да, сондықтан ол беттесе түсіп тұр. Яғни біз мен түсініп жүрген неге біз түзуді алып жатырық және симметрия алып жатырық. Біз оның алдындағы сабақтарда айттық та, симметрия болатын болса, ол бізде қозғалыс болып табылады. Яғни біз мысалы бір үшбұрышты бір түзу арқылы немесе нүкте арқылы да симметрия жасайтын болсақ, онда ол қозғалыс болып табылады симметрия. Сол сияқты мына жерде біз
қозғалыс арқылы үйлесетінін дәлелдеуіміз керек қой. Сондықтан біз дейтін мына жерде симметрияны қолданып жатырмыз. Түсінікті ғой, иә? Так, С1 мен С3 нүктелері А1, Б1 түзуінің бір жағында жатса, онда олар беттесе түседі. Шынында да Б1, А1, С1 және Б1, А1, С3 бұрыштары тең болғандықтан, яғни мына бұрышта, мына бір бұрыш тең болғандықтан А1, С1 тең А1, С3-ке. Сәулелері беттеседі. Ал А1, С1 мен А1, С3 кесінділері тең болады. Тең болғандықтан С1 мен С3 нүктелері беттеседі. Түсінікті ғой, яғни А1, С1 мен А1, С3 сәулелері беттеседі. Сәуле деген былай ғой, ары қарай бүйтіп жүре береді. А1 мен С1-ді бүйтіп ары қарай жалғастырып жүре бергенде. Ал А1, С1 мен А1, С3 кесінділері тең болғандықтан С1 мен С3 нүктелері беттеседі. Түсінікті ғой, С1 мен С3 нүктелері беттеседі. Сөйтіп А1, С3 бұрышы қозғалыс арқылы А1, Б1, С1 үшбұрышына көшті. Түсінікті ғой, яғни қозғалыс арқылы көшті. Яғни екеуі бір-біріне тең, басқаша айтқанда. АБЦ тең А1, С1, Б1-ге. Қозғалыс арқылы көшті. Егер мына жерде біз айтып беру керек, Б1 мен С1 нүктелері А1, Б1 түзуінің екі жағында жатса, мысалы мына біздің С1-іміз ар жағында болып, С3 мына жерге түссе, екеуі бір-біріне андай айнадан қарағандай алып тұратын болса, онда біз А1, Б1 түзуіне қарағандағы симметрияны тағы да қолдану керек. Түсінікті ғой, яғни сонда қозғалысты дәлелдеу үшін, яғни қозғалыс арқылы үйлесетінін дәлелдеу үшін осылай симметрияны қолдануға болады. Түсінікті ғой,